Армысыздар. Бұл қаржылық, құқықтық және цифрлық сауатты арттыруға арналған білген абзал бағдарламасы. Қазіргідей ақпарат дәуірінде заман ағымынан қалмай бәрін білген дұрыс. Біз түсінікті жатық тілде түсіндіреміз, талдаймыз, пайдалы кеңес береміз. Көлік салығын төлемеген жағдайда не болады? Егер көлік салығы бойынша қарыз дұрыс есептелмесе, не істеу керек? Сатып жіберген көлікке салық салынса қайда жүгіну қажет? Бүгін осы тақырыпты талдаймыз. Салық төлеу міндет. Көпшілік мұны біледі, кешіктірмей салық төлеуге тырысады. Алайда салықты уақытында төлеуді ұмытып кететін кездер де болады. Ондайда алдымен ескерту беріледі, ал егер елемесе сот орындаушылары қарызды мәжбүрлі түрде өндіруге кіріседі. Салық төлеуден жалтарғандарға қатаң шара қолданылады. Салық кодексінің 24 бабына сәйкес салық төлемегендер банк карталарымен қандай да бір төлемдерді жасай алмайды. Берешегін өтемейінше есеп шот аша алмайды. Сондай-ақ борышкерлерге жалақы картасы да рәсімделмейді. Әрі онлайн сауда саттық жасау, құнын бөліп төлеуге болатын тауар алу сияқты мүмкіндіктерден айырылады. 2018 жылдың 1 қаңтарына дейін салыққа салғырт қарағандардың мәселесін тек сот шешетін. Ал қазір мемлекеттік кірістер комитеті бұйрық шығарып, қарыз өндіруге кірісе алады. Салық төлеушіге алдын ала ескертіледі, яғни тиісті хабарлама жолданады. Салықты төлеуге тағы 30 жұмыс күні беріледі. Одан кейін де берешек төленбеген жағдайда салықтық бұйрық шығарады. Оны орындату үшін сот орындаушыға жолдайды. Бұдан әрі қарызды өндіріп алу шаралары қарастырылады. Осы ретте сот орындаушылардың өзіндік пайызы барын естен шығармау керек. Олар төленбеген салықты өндіріп, оның үстіне сол өндірілген соманың 25%-ын қосып алады. Сондай-ақ түрлі шектеулер қояды. Бұл көлік салығын төлемей жүргендерге де қатысты. Бүгінгі күні көлік салығын төлемеген жеке тұлғалардың саны 687 мың, жалпы төленбеген көлік салығының мөлшері 29 миллиард, 29,4 миллиард теңге. Енді көлік салығы төленбесе, жалпы салық төленбесе, біз хабарлама шығарамыз ең бірінші. Хабарлама бойынша салық төлеу уақыты 30 күн, егер 30 күннің ішінде көлік салығы төленбесе, онда біз салық бұйрығын қалыптастырамыз. Көлік салығы міндетті түрде әр жылдың 1 сәуіріне дейін төленуі керек. Қозғалтқыш көлемі үлкен көлік иелері әлбетте салықты көбірек төлейді. Мәселен, қозғалтқыш көлемі 3000 текше сантиметрден 3200 текше сантиметрге дейін болса, 35 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде салық төлеуге міндетті. Одан көбірек болса, салық мөлшері де өсе береді. Қозғалтқыш көлемі 5000 текше метрден асатын көлік иелері 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде салық төлеуге мәжбүр болады. Көлік салығы жеке тұлғаның тұрғылықты жері бойынша салық басқармасына төленеді. Оны қолма-қол ақшамен кез келген банк бөлімшесінде я болмаса төлем терминалында жасауға болады. Бұдан бөлек банкоматтар мен мобильді қосымшалар арқылы салықты төлеуге мүмкіндік бар. Егер де көлік салығымен келіспеген жағдайда, егер де қате болып жатса, тағы басқа сұрақтармен үйден сол орталыққа хабарласады. Орталыққа хабарласқан кезде сол орталықта қызметкерлер дәл сол прямо моментально ондай сұрақтардың барлығын шешіп жауап береді. Ал егер де жаңағы тереңірек қарап, тағы да мысалы өкілетті органдардан мәлімет сұрау керек болатын болса, онда шаңа бізге жібереді. Салық кодексінің 490 бабы 3 тармағына сәйкес бірнеше санатқа кіретін адамдар көлік салығынан босатылады. Олар ерекше қажеттілігі бар адамдар, соғыс ардагерлері, оларға теңестірілген азаматтар мен тыл еңбеккерлері, халық қаһарманы, Қазақстанның еңбек ері атақтары бар азаматтар, 3 дәрежелі даңқ және отан орденімен марапатталған азаматтар. Батыр ана атағына ие болса, немесе алтын алқа, күміс алғамен наградталған көп балалы аналар да көлік салығын төлемейді. Мамандар салық төлейтін кезде қи-тұрқы әрекеттерге барған адамдар қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін екенін ескертеді. Мәселен, кірістері мен шығыстары туралы декларацияны тапсырған кезде нақты деректерін жасырып қалса, мүлкі туралы бұрмаланған мәліметтерді енгізсе, шот фактурада көрсетілген деректер өтірік болса, 3000 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлейді. Немесе 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Осы ретте көлігін сатып жіберген адамдарға да кейде салық келіп тұрады. Ондай кезде мамандар мемлекеттік кірістер комитетіне жүгіну керек дейді. Біз айтқан осы мәліметтер кәдеге жарайды деп сенеміз. Бүгінге осы қаржылай, құқықтық және цифрлық сауатты болайық. Әрине бұл үшін бәрін білген абзал, аман болайық.